Сәлем достар, сіздермен Anime KZ арнасы. Бүгін біз әйгілі Bleach анимесінің топ 10 кейіпкерін айтатын боламыз. Әрбір кейіпкердің өзіне тән мінезі, күшті жақтары және ерекше шайқас стильдері бар. Бұл оларды барлығын бірегей етеді. Bleach әлемінде әр кейіпкердің жеке тарихы мен мотиві бар. Оларды күрес және достық тақырыптарын ашады. Спойлер, бұның барлығы менің ойымнан шығарылған. Ал егер өзіңіз бағалайтын 10 кейіпкер болатын болса, пікірге жаза кетіңіз. Ендеше мен видеомды бастаймын. 10-шы орында Гин Ичимару, өте жұмбақ әрі күрделі кейіпкер. 13-й сквадтың бұрынғы капитаны. Оның үнемі күлімсіреп жүруі екіжүзділіктің символы, бірақ Гиннің мотивациялары өте терең. Ол көптен бері Азиенге қатысты құпия жоспарлар құрған. Оның ерекше Шинсо қылышы бір сәтте ұзарып, қарсыласын алыстан жарақаттай алады. Бұл қуаты оған жеңіл бірақ жылдам шабуыл жасауға көмек береді. Гиннің екі жақты мінезі көрермендерге оның достық пен сатқындықтың шекарасындағы тұлға екенін көрсетеді. Оның сатқындық әрекеттері және де мотивациялары көрермендерге үнемі қызықты тудырады. Көрермендердің жүрегіне орын алған ерекше қылышкер осылайша тобымыздың 10-шы орнына жайғасты. 9-шы орында Нойтра Джилга. Ол SPD-ның 5-ші нөмірлі мүшесі, әсіресе қатыгез әрі агрессивті мінезімен танымал. Ол әлсіздікті мүлдем ұнатпайды және өзін ең мықты санайды. Оның Санта Тереза қылышы қосымша қолдар шығарып, шабуылдың күшін мен көлемін арттырады. Нойтраның жеке философиясы күшті болу және барлық қиындықтармен тек шайқас арқылы күресу. Бұл кейіпкердің жауынгерлік рухы және күшке құмарлығы оны өте ерекше әрі есте қаларлық тұлға етеді. Ерекше қару және физикалық күштің арқасында біздің тобымыздың 9-шы орнына жайғасты. Анимені шығарушы авторлар оның жауынгерлік қабілетіне ерекше назар аударған. Ол әрқашан билік басында отырып бәрінен күшті болғысы келген. 8-ші орында Ямамато. Готей 13-тің негізін қалаған алғашқы капитан-командир. Оның күші мен рухани қуаты ешкімнен тең емес. Рюджиннің Джакка от күшіне ең көне әрі ең күшті қылышы. Ол бүкіл Готей 13-тегі ең қауіпті қару саналады. Оның бір ғана шабуылы бәрін өртеп жіберуі мүмкін. Ямаматоның әділеттілікке деген сенімі және темірдей мінезі оған барлық капитандар арасында үлкен бедел мен құрмет әкеледі. Ол өте байсалды, дана және әділеттілікке әрқашан берік адал тұлға. Ол тіпті өлер шағында әділеттілікті сүйіп өтетіні туралы айтқан. 7-ші орында Кинсей Братан, 9-шы отрядтың капитаны және визардтардың мүшесі. Оның алдыңғылардан ерекшелігі ол күшті жауынгер болумен қатар ерекше банкиге ие. Текиган деп аталатын банкайы жауларын қатты дыбыспен шабуылдап қарсыластарын қорғансыз қалдырады. Кинсей Братанның тактикасы мен жауынгерлік шеберлігі өте жоғары деңгейде. Сонымен қатар оның мінезі қатал емес, керісінше әділеттілікті ұстанады. Бұл оны Готей 13-тің ерекше тұлғасына айналдырады. Оның қолұрыс күрестегі шеберлігінің арқасында көптеген жерлерде жеңе алды. 6-шы орынға да келіп жеттік. 6-шы орында Кайот Старк. SPD-ның 1-ші нөмірлі мүшесі. Ол қуатты әрі суыққанды болып көрінеді, бірақ шын мәнінде жалғыздықтан қорқады. Оның жауынгерлік күші өте жоғары. Ол өз серігі Лилинтептен бірге шабуылдарын біріктіріп, жауынгерлік қуатты арттыра алады. Оның ерекше қабілеті қарсыластарының рухани энергиясын бақылау және пайдалану. Старктың кейіпкерлері ретінде ерекшеленген. Ол шынайы дос болуды армандайды, бірақ ол үшін жарасымды серікті табу қиындық тудырады. Ал оның өзіндік рухани қабілеттік энергиясына келер болсақ, тіпті шикарны десек те болады. Осылайша Кайот Старк біздің тобымызда 6-шы орынға жайғасты. 5-ші орында Урю Исида. Ол Квинс тұқымынан шыққан жауынгер, Ишогиннің қарсыласы әрі досы. Оның жауынгерлік шеберлігі мен күші рухани энергиясы оның қарсыластарын оңай жеңуге мүмкіндік береді. Урюдің сападағы оның негізгі қаруы, ол шайқастардағы дәл әрі жылдам шабуылдары жасай алады. Урюдан ұқыптылық пен салмақтылықты оны ерекше етеді. Ол көбіне логотикалық сеніп, эмоцияларды бақылауға ұстауға тырысады. Бұл оны басқа кейіпкерлерден ерекшелейді.
Төрттігімізді ашатын Кемпачи Зараки, 11-ші отрядтың капитаны және Готи 13-тегі ең мықты жауынгерлердің бірі. Оның философиясы күш пен күрес. Ол соғысты жақсы көреді. Тіпті қылышын банкайға жеткізбесе де, тек қылыштың күшімен ғана күресуді ұнатады. Зараки қарсыласын құрметтеуді біледі және әрдайым тек өз күшіне сенеді. Оның шексіз күрес құмарлығы мен батылдығы оны жанкүйерлердің сүйікті кейіпкерлерінің біріне айналдырды. Ал егер оның қылышында банкай болса ше? Ойыңызды комментарияға жаза кетіңіз. Топ 3-тік Майори, ғылым мен зерттеу бөлімінің бастығы және 12-ші отрядтың капитаны. Ол өте эксцентричный әрі айлакер тұлға, көп жағдайларда этиканы елемейді. Оның банкайы Конжики Ашисоги Джизо. Ол жауларын улай алатын зұлым жаратылыс. Майори әрқашан жаңа эксперименттер мен зерттеулерге қызығады және оның қызығушылығы кейде қауіпті шешімдерге жетелейді. Ол логикаға сүйенемін деп, оның әрекеттерін әрдайым мақсатқа сай емес жасайды. Кейде эксперименттерді таза адамдарға сынақ көруді шешеді. Сол үшін ол әрқашан шайқасқа түсуге тырысады. Оның созылмалы дене мүшелері оған көптеген артықшылықтар сыйлайды. Бірақ көптеген қателіктердің кесірінен аяусыздықпен көз жұмады. Егер осы жерге дейін қараған болсан, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Бізде пайдалы контент. 2-ші орында Шунсуй, Готи 13-тің 1-ші дивизиясының капитаны. Философиясы бейбітшілік пен еркіндікті ұстануға негізделген. Оның Катанка Иоргами банкайы ойынға негізделген ерекше шабуылдармен танымал. Шунсуй күрестен гөрі бейбіт өмірді қалайды, бірақ міндетіне адал. Ол тактикалық шешімдерді қабылдауға сабырлы және байсалды. Шунсуйдың өзіне тән соғыс стилі мен өмірге көзқарасы оны күрделі әрі қызықты кейіпкер етеді. Егер де ол соғыс сүйер қаншер болса, тобымыздың 1-ші орын алатыны анық еді. Тобымыздың 1-шісіне де келіп жеттік. Шухей Хисаги. Ол 9-ші дивизияның лейтенанты, қарапайым, бірақ өте мықты жауынгер. Оның Каземасу қылышы шабуыл жасауды ерекше тактикаларды қолдануға мүмкіндік береді. Шухейдің өзіндік ерекшелігі, ол шайқастың мағынасын терең түсінеді және жауынгершілікке мән береді. Ол соғыстың ауырлығын түсінеді, парасатты жауынгер және өзінің қаһармандығын бейнесімен есте қалады. Шухейдің көзқарасы мен күреске деген адалдығы оның ерекше лейтенант етеді. Осы топ 10-дықтағы кейіпкерлердің әрқайсысы Блич анимесіндегі ерекше реңк беріп, оның жанкүйерлердің жүрегіне орын алуға көмектеседі. Біреуі әділеттілікті іздеуші, біреуі шексіз күшке ұмтылушы, ал кейбіреулері жұмбақ пен күштің символы ретінде есте қалды. Блич анимесіндегі бізге тек қызықты шайқастар ғана емес, сондай-ақ әртүрлі мінездер мен олардың өз жолындағы күрестері ұсынылған. Бұл кейіпкерлердің оқиғалары мен таңдау сәттері көрермендерге өмірлік күрделіге және күрестерге рухты сезінуге мүмкіндік береді. Осымен біз видеомыздың соңына да келіп жеттік. Видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк қоюды ұмытпа. Және де келесі қандай әніме пікірге жаза кет. Ендеше қош сау.